Сәлеметсіздер ме, құрметті көпшілік? Сіздерге тағы да өзіме ұнаған бір-екі әңгімені айтқым келіп отыр. Қабыл алыңыздар. Тәуіп пен молда. Сонабек деген тәуіп күніге таңертең молаға барып қайтады. Молаға бара жатқанда ылғи бетін бүркеп алады екен. Бір күні ертемен қотаннан қойды өргізіп, өріске айдап бара жатқан қойшы Қарғабай тәуіпке кездесіп қалыпты. Сонда Қарғабай: "Сона еке, мұныңыз қалай? Сіз ылғи молаға бара жатқанда бетіңізді бүркеп жүресіз. Осының себебі не? Құран оқуға, дұға қылуға барасыз ғой. Неге қымсынасыз?" деп сұрайды. "Шырағым, дұрыс айтасың. Менің бетімді бүркейтінім рас. Бірақ қорқып қымсынбаймын, ұяламын" деп жауап береді тәуіп. "Кімнен ұяласыз? Молада өліктен басқа кім бар?" "Әй, шырағым-ай, қалжыңға шын жауап берген дұрыс. Менің ұялатыным осы молаға көмілгендердің бәрі менің емдеуімнен өлгендер еді. Мен сондықтан ұяламын" деген екен сонда Сонабек тәуіп. Тәуіп шынын айтса да дұрыс айтқан екен деп ойлап отырмын. Келесі әңгімем Бұзаубай деген бір жігіт болады, өзі кедей, сол жайлы болады. Бір күні Бұзаубайдың үйіне бір топ жолаушы түседі. Бұзаубай кедейлігіне қарамастан барын қонаққа тосатын жұмырт адам екен. Қонақ келген соң әйеліне: "Барың болса қимылда, бәйбіше" дейді. Бәйбішесі үйде қонаққа берерлік ештеңенің жоқ екенін ескертеді. Қысылған Бұзаубай жүгіріп Нығымет деген саудагердікіне барады. Нығымет Бұзекеңнің тағы да өзінен бір нәрсе сұрайын деп тұрғанын сезіп, жақтырмаса да: "Не жұмыспен мезгілсіз жүрсің?" дейді. Сонда Бұзаубай тұрып: "Жай келдім, түк жұмысым жоқ. Біздің үйде шай да жоқ, шай сұрайтын жай да жоқ. Біздің үйде ет те жоқ, ет сұрайтын бет те жоқ. Біздің үйде нан да жоқ, нан сұрайтын мен сияқты жарлыға ертең болмаса бүгін атар таң да жоқ" деп шығып кетіпті. Бұзаубайдың тапқырлығына риза болған Нығымет саудагер оның үйіне керекті заттарын бергізіп жіберген екен. Сол Бұзаубай деген шешен тағы бір реті келген айтайын. Жолаушылап жүріп бір байдың үйіне түседі. Бай бәйбішесіне: "Мына кісіге көже бер" дейді. Бәйбішенің көжесін апыл-ғұпыл жұтқан Бұзаубай байға бата береді. "Байеке, көже бердің удай, қатығы жоқ судай. Бала-шағаң үйіңнен жүгіріп шықсын шулай" деп тұрып кетеді. "Ой бай, бұл өлең елге жайылып кетпесін" деп бай бақырып қоя береді де қайтарып алып мал сойып сый-сияпатпен шығарып салады. Қабыл алыңыздар. Келесі жолыққанша сау саламатта болыңыздар.